Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пакетті қажет етпейтін осындай духовкада өте сулы болып шығатын дәмді тауық запеканкасын ұсынамын. Ең алдымен осылай тауықтың сыртқы бөліктерін, терілерін алып тастаймыз. Одан кейін еттерін осылай кесіп шығамыз, себебі ішіне қосатын дәмдеуіштеріміз етімізге сіңуі керек. Одан кейін бір штук сәбізді орташа қалыңдықта дөңгелек етіп кесеміз. Бұл тағамға ешқандай артық дәмдеуіштер қажет емес. Одан кейін 2 штук болгар бұрышын орташа бөліктерге бөлеміз. Құрметті көрермен, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып кетіңіздер. Және менің каналымда ең оңай рецептерді таба аласыз. 1 штук баклажанды дөңгелек етіп кесеміз. Одан кейін 3 тіс сарымсағымызды тураймыз. Барлығын осылай табамызға салып отырамыз. Қажетіңізге қарай картошканы дөңгелек домалақ етіп кесеміз. Барлығын осы табамызға саламыз. Одан кейін үстіне қажетті мөлшерде тұз қосамыз. Және қара бұрыш саламыз. Одан кейін паприка қосамыз. Паприка қосу міндетті емес. Аз мөлшерде сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қолымызбен жақсылап осылай араластырып аламыз. Одан кейін 230 градуста 30 минутқа духовкаға жібереміз. Одан кейін духовкадан алып шығамыз. Сорпа ішетін үлкен кесемен 1 қасық томат пастасын осылай қайнап тұрған суға салып жақсылап араластырамыз. Духовкадан шыққан картошкалардың үстіне осылай құйып шығамыз. Одан кейін қайтадан 230 градуста 20 минутқа пісіруге жібереміз. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді және жұмсақ. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай сулы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.